Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Қазақстан тарихы арнасы. Бүгін біздер ақын, ойшыл, қоғам қайраткері Абай Құнанбайұлы атамыз туралы мәлімет беретін боламыз. Ал ендеше достар, көп соза бермей видеомызға кеттік. Лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. Қазақтың ат қою дәстүрі бойынша азан шақырып қойған есімі Ибрахим болған. Абай ислам дінінің қағидаларын барынша құрметтейтін діни отбасында өсіп, тәрбие алды. Оның әкесі Құнанбай Қажы Тобықты руының өте ықпалды, орыс тілін жақсы білген биі болды. Абай әуелі ауыл молдасынан сауат ашып, сосын Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқып білім алады. Ол бала жасынан кітапқа құмар болды. Араб, парсы және көне түркі әдебиетінің үлгілерімен танысты. Абай қазақтың дәстүрлі әдет ғұрып заңы мен ислам дінінің қағидаларын терең меңгерді. Онымен білім жарыстырудан молдалардың өзі қашып жүрді. Абай халық ауыз әдебиетінің үлгілерін өте жақсы білді. Медреседе оқып жүрген кезінде өзінің алғашқы өлеңдерін жаза бастады. Оның дүниеге көзқарасының қалыптасуына оның озық ойлы орыс, украин, поляк зиялы қауымының өкілдерімен араласу орасан зор ықпал етті. Ол кезде ол өз отанының тәуелсіздігі жолындағы ұлт азаттық қозғалыстарға белсене қатысушылар Қазақстан аумағына жер аударылып келіп жатты. Олар орыс және украин мен Польшадағы зиялы қауымның білімді өкілдері болатын. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Абай Ескендір, Масғұт, әзім әңгімесі поэмалар мен этикалық, философиялық еңбегі қара сөздерді жазады. Абай қазақ қоғамын ерінбей еңбек етуге шақырды. Өзінің кейбір замандастарының бойындағы жаман мінездері, жалқаулық, еңбексіздік, алтыбақан алауыздықты, надандықты жеріне жеткізе әшекерледі. Абай орыс тілін тамаша меңгереді. Бұл оған орыс ақыны Лермонтовтың бірқатар өлеңін қазақ тілінде аударуына мүмкіндік берді. Атап айтқанда, Абай Лермонтовтың «Шайтан», «Дұға», «Қанжар», «Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз», «Жалау», «Теректің сыйы» сияқты өлеңдерін аударады. Абай Пушкиннің, Евгений Онегин дастанының үзінділерін қазақы ұғымда жатық етіп еркін аударды. Абайдың Татьяна хатының өз сөзінде шығарған Татьянаның қырдағы әні қалың елдің сүйікті әніне айналды. Ақын өзінің талантты шәкірттерін тәрбиелеп өсірді. Абайдың ізбасар шәкірттері Шәкәрім, Көкбай, Ақылбай, Кәкітай және Мағауия болды. Абай көзі тірісінде өзінің өлеңдерін жинаған емес. Олардың әрқайсысын бір жапырақ қағазға жазып, жастарға таратып бере берген. Олар Абайдың өлеңдерін жаттап алып отырған. Сөйтіп Абай өлеңдері қазақ даласында ауыздан ауызға таралып кете берді. Оның өлеңдері қолдан қолға көшіріп алынды. Ондай қолжазба көшірмеге ие болу әрбір сауатты қазақ үшін зор ғанибет болатын. Кейінірек Абайдың туындыларын оның ұлы Тарағұл жинастыра бастады. Абай өлеңдерінің ең алғашқы жинағы 1909 жылы ақын Кектайдың арқасында Қазан қаласында басылып шықты. Абай Құнанбайұлының өлеңдерін жинауға және бастырып шығаруға көп күш жігер жұмсап, игі ықпал еткен ақын Көкбай Жаңатайұлы болды. Ол өлеңдер белгілі
қоғам қайраткері, алаш ардагері Әлихан Бөкейханның редакциясымен басылып шықты. Абай отандық тарихымыз бен әдебиетімізде аса көрнекті орын алады. Ол қазақтың ұлттық жазба әдебиетінің негізін қалады. Абай есімі дүниежүзі халықтары әдебиетінде Шекспир, Пушкин, Гетелермен қатар тұрады. Ақынның мол әдеби мұрасы тек бір халықтың ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани қазынасы саналады. Қазақстанда ұлы Абайдың есімі көптеген елді мекендер мен көшелерге, Қазақ ұлттық педагогикалық университеттерінде, Алматы қаласындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрына берілген. Ұлы ақынның құрметіне Қазақстан мен Ресейде және басқа елдерде ескерткіштер орнатылған. Қазақстанның жоғары оқу орындарында Абай шығармашылығына арналған халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар жыл сайын өткізіліп тұрады. Ұлы ақынның 150 жылдық мерейтойы 1995 жылы дүниежүзілік ЮНЕСКО көлемінде аталып өтілді. Ал достар, осымен біздің видеомызда соңына таяп қалды. Сіздерге Абай Құнанбайұлының шығармалары, өлеңдері ұнай ма? Соны комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Қазақстан тарихы арнасы. Әрбір қазақ Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін жаттап жүрсін деген тілегім бар. Ал ендеше сол саламатта кездескенше сау болыңыздар. Барша қазақ.